İshak. İshak. Terk ettik. Короче, шықтық. Таксистіміз басқа жаққа кетіп қапты. Сағат таңғы 5:50, бізге 6-да уже болу керек. Түні бойы ұйықтаған жоқпын. Жұмыс істедім, содан кейін барып қарадым қалай түсіруге болатынын дронға, камераға. Сөйтіп таң атып қалды уже. Желание жоқ вообще баруға. Міне таксистіміз келді уже. Міне келдік, автобустар тұр. Мынау цирктің зданиесі. Бұрында кішкентай кезімізде бізде шашка болатын тұғын. Осы сыртында осы цирктің зданиесі тұрады. Осы жерді де көрдік. Біз Алматыда бірінші ретпіз. Біз сияқты ұйықтан әрең тұрғам. По-моему, так, да. Сағат автобустың қозғалғанын күткенше уже 18:27 болып қалды. Половина часа. Первая остановка у нас будет через полчаса на 10 минут. Там вы можете только в упорную сходить. Дальше через 10 минут еще будет вторая остановка Жаркент, где вы можете купить на дорогу напитки, покушать, закуски. И еще в кольца не будет ловить сеть, кроме Билайна и Актива, поэтому там не будет работать Каспи терминалы и переводы. Так что обналичьте деньги там же, в Жаркенте. Там есть Каспи банк и Халык банк, хорошо? Все, обналичьте деньги. Как поедете туда, заранее берите очередь в катер. Ну, точнее, лодку и катамараны. Стоимость катамарана и лодки 4000 тенге полчаса. В поселке Саты живут около 2000 людей, работают 1000 людей. Благодаря туристам тут обеспечена 1000 людям работа. Түні бойы ұйықтамай, камераны, дронды барлығын енді ғана алғанбыз. 1-2 күн болды, осы бірінші кадрлар түсіріп жатқан. Сондықтан ешқандай дайындық жоқ, камера настройкаларын білмеймін. Қандай болатын білмей тұрмын. Настройкаларды қойып қойдым, бір S-Log деген сияқты цветокоррекция жасау үшін, бірақ орнына келтірілем ба, келтіре алмайым ба білмеймін. Таңертең 5-те әрең дегенде тұрып, Инстаграмда ашып болсын страницасын қарап жатырмын ғой, турдың бүгін болмайды деп жатса жақсы болады ғой деп. Ерініп тұрдым, вообще ұйықтаған жоқпын. Мынаны ояттым, бұның будильнигі ойнады. Бұл тұрған жоқ.
таңертең сағат 6-да барғанбыз, 6:30-7-ге қаратай қозғалдық. Қазір 12-де жеттік сағат. Қаншалықты полезный информация екенін білмеймін, әйтеуір бір нәрсе айту керек, камераға не айтарымды білмей тұрмын. Айтып жатқаным қаншалықты естіліп жатқанын білмеймін. Камерада пока что микрофон жоқ, сондықтан айта алмаймын дауысы қандай екенін. Надеюсь, нормально. Егер де мен сияқты неопытный пилот болсаңыздар, лучше жерден ұшпағандарыңыз дұрыс. Өйткені видеода көргендеріңіздей шан дронның подвесіне немесе тағы да басқа жерлеріне кіріп кетіп зақым келтіруі мүмкін. Сондықтан қонған кезде және ұшқан кезде қолдан или бір заттың үстінен ұшқандарыңыз дұрыс. Ал ендеше видеоны көруді жалғастыра беріңіздер. Дронға түсіріп атқанбыз, мына жақта лав стори түсіріп жүрген жігіттер. Дронымызды сұрап алып, анда катамарандағы параны түсіріп жатыр. Дронмен ешқандай сөйлейтін видео түсірген жоқпын. Екеуміз дронмен қаншама кадр түсірдік. Бірінші рет дронмен ұшырдық, фотоаппаратпен де бірінші рет түсірдік. Сол ұшырып көрдік. Содан кейін жаңа көрсеткендей лав стори түсіретін бір жігіттер дрондары істемей қалыпты, сосын жалынып шаршап қалдым ғой. Сендердікіне бір-екі кадр түсіру керек деп, примерно 30% зарядкамызды құртты. 3 аккумулятор болған. 3 аккумулятордың уже екеуін бітірдік. Біреуден кішкене ғана қалды. Бізде қазір 50 кетті. Бірден 2-ге шейін автобусқа бару керек. Көтерілуге әлі біраз бар. Шаршап қалдық уже. Сол шыққасын қазір бір нәрсе айтам. Мүмкін қазір автобуста обед ішеміз, ішкен жоқпыз әлі. Жаңа дронмен менің арманымдағы үйді түсірдік. Нағыз интроверттің тұратын жері. Қазір соны көрсетемін сіздерге. Мен жаққа да барсай. Не етін деп отырам? Таңғы 5-те тұруға стоит екен, не стоит екен? Нормально етсе, ұзағырақ кішкене. Ұзағырақ айтқанда білмеймін, табиғаты өте керемет екен. Көріп тұрғандар ұқсайды, сәлмейді. Білмеймін, әжемін болды. Бірақ уақыт тез өтеді екен. Саған больше қаладағы нелер ұнайма? Зданиялар үлкен или осындай табиғат ұнайма? Екі қаланы таңдайтын болсаң, например, үлкен әдемі үйлер или ондай жерде енді тауғанақ сияқты, бірақ тау қызықтырып жеп қаладан. Сол по идее осы жер нормально сияқты. Енді қалдық па? Алматы күшті ма, Астана күшті ма? Тау мен Алматы күшті. Қала мен Астана нормально жақ сияқты. Сол сұрақтар досымен.
Қараңыздаршы, қаншама адам. Күніне 3 көп адам келеді дейді. Маған ондай адам көп жерлер онша ұнамайды. Онша емес, вообще ұнамайды негізі. Шу не ететін, бәрібір жерге асығыс, айғай, шу, ұрыс, керіс, барлығы адам нервысына тиіп, білем, адамды шаршатып жүретін сияқты. Ал егер жалғыз өзің табиғатпен сен ғана болсаң, онда другое дело десе. Ас болсын. Оқасы жоқ. Саған да дейтін сөз күттім бәрі. Анау уже второй жеп жатыр, неме сол ет көрді. Рахмет. Қыздар сол ет көрді. Білгенбіз ғой айтады. Менің сосискам қайда? Моя сосиска аппетитная. Сен сосисканы ұқсайды. Менікі дейді. Көріп болды, фантазировать етпеш. Лицейдағы уақытымыз бітті. Енді қазір Черный каньонға барамыз. 4-ке қарата жетеміз, ол жерде жарты сағат уақыт болады. Надеюсь, айтқаным естіліп жатыр. Сосын одан кейін 4:30-да шығып, Шарынға барамыз. Шарыннан 6-да шығып, Алматыға примерно 10-да барамыз. График бойынша, бірақ енді примерно мен ойымша 11:30-да баратын шығармыз. Келісеміз. Теперь давайте дружно все спустимся в эту сторону. Да. Короче, Шарын каньонына келдік. Отырма? Сен нормальный. Рәнсе дегенде басқа сөзден бейткенсің. Я айтамын, бұл сенің нәрсең ғой. Толығырақ жауап айтса. Ондай жауап қанағаттандырмайды. Қандай жауап қанағаттандырады? Айтып көрсей, сосын айтамын. Сіз сұрақ қойып көрсейді. Мына қыздар бізге күле, біз де құлақ қала жаздады. Что күлмен кетіп. Мынаның үстіне шығып, мына жерге дронмен түсіріп көрейін деп жатырық өзімізді мана көреміз қазір. Кішкене солға қаратай алсайшы. Мынау бала прямой мінеді. Біздің скромный теориямыз бойынша мынау тас мына жерден құлақпаған. Мына жерден. Но это не точно. Научу. Симба. Are you making a video or photo? Видео. Индиядан достар тауып алдық. Сол сөйлесіп келе жатыр, ағылшыншам жетпей.
креативный бар. Неше түрлі идеялар ойлап табады. Жоқ, қалай сен де солай түсірсейші. Олар сияқты фантазия. আমার খাওয়া অবস্থা খারাপ ভাই আপনি যান আমি চেঞ্জ করে যান এসব তো এখানে হ্যাঁ যান কত টাকা দাও Короче, сөйлестім, кішкене алышшам жетпей, бірақ нормально, более-менее бір-бірін түсіндік. Түсіруге ұмытып кеттім, ұялдым, олар түсірген кезде өздерін бітіріп сезінді де, сол үшін түсірген жоқпын пока. Камерада 19% зарядка қалды, жаңағы бір қыздарға дронмен кадрлар түсіп береміз де айтқанбыз. Олар бізге пауэрбанктарын берген, мен зарядка қақпай. Пауэрбанкты қолдану лайк, бұған аяқ қарап салшы. Соң дроннан зарядкасы бітіп қапты. 3 аккумулятор бар, үшеуінде де заряд жоқ. Енді не істейтінімізді білмейміз қазір ұят барған кезде. Еще тағы бір қыздар артымызда отқан автобуста фотоға түсіріп беріңдер деп айтқан. Камерада да тоже заряд бітіп жатыр. Мына жерде біз көлге бара жатырмық, жаяу. Егер жаяу жүргісі келмейтін адамдар болса, онда жаңағындай уазиктар бар. Олар 500 теңгеге ішіне 10 адам сияды. Жоғарыға қарай апарып тастайды, қиын болса егер. Атақты геолог Жұмағали Исламбектің айтуы бойынша қайсысы құлайын деп тұр? Мынау көптісін, міне. Трещина беріп кеткен и наверное. Геолог, тағы не еді? Альпинист. Альпинист, наудика. Көпті көрген адам ол. Осы жерді ашқан мен ғой. Қойш. Да. Ну просто мы думали, можно будет посмотреть. Может, мы там тоже мелькаем где-то. Ну, уже мелькаете сейчас. Сейчас уже мелькаете. Надо же предупредить. Нет, мы думали, вы... Еще мы вам погадаем, мальчики. Бізге прикол соғады. Саған айтып мұны ұстаған шығар. Мынау құлаған ба или шайылып кеткен ба, білмей тұрып. Мына жерде өзі сондай болған шығар дейсің, су ағып ағып, бірақ мынандай үлкен бола алмайды ғой, Мә дрон болғанда ғой, мыналардың орталарынан өтетін еді деп қайта айта береді. Ау. Жаяу түскен, сырғанап па? Жерден. Жаман қарап өтті кәдімгі, жаңа американский ужастиктағы адамдар сияқты, ауылдарға барады осы көзде. Түрлері бүтірлі адамдар тұрады ғой, кешке жейтін адамдар тұрады. Ужастағы. Бойына тесіктерде етелар тұрады, дейма дейсір. Или снежный человектер, снежный человек Алматыда. Мынау кино атыр. Тұрсың жүндік ене. Calvin Klein ба. Қалай шығады? В смысле, артқа қайтасың? Мына еніп тұр мынау бала. Аяғым не істеп қалды? Типа қашап тастайды. Тесікті? Енді тесік алып.
аккумуляторлардың заряды біткенімен біз әлі мына жерден шыққан жоқпыз. Көрініп тұр ма екен білмеймін, қып-қызыл помидор. Йоу, ендіктің мұндай жүрін. Отырып алған соң. Давай. Шашадың ба? А что у тебя кроссовки взяли нормальные? Конечно. Сейчас тех деревянных пошла. Ну. Пошла бы. Шашадық, короче. Ушла бы вниз. Осымен походу видео аяқталды. Барлықтарыңызға көргендеріңізге рахмет. Менің түрім көрініп тұр деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, каналға подписка жасап кетіңіздер, және де комментарийге өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Мынаны айтқанды орындау керек обязательно. Қош болыңдар. Маска. Туалет düşürüp durayım.